Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu was-salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bауырлар, Әжрумия кітабын жалғастырамыз. Бүгін екінші дәріс, өткен дәрісте кіріспесін оқыған болатынбыз. Бүгін екінші дәріс Анва'ул калам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала wa aqsamuhu thalathatun. Сөздің үш түрі бар, үшке бөлінеді, яғни кәлам үшке бөлінеді. Исмун ва фи'лун ва харфун. Бүкіл сіз араб тілінде көріп тұрған бүкіл қандай кітапты, қандай жазуды ашсаңыз да, оның ішіндегі сөздер үш нәрседен құралады. Есім сөздерден, етістіктерден және де харфтан. Араб сөздері есім, фи'л, харфтан құралады. Жа'a ли мағна. Харфун жа'a ли мағна. Бір мағына үшін келген харф. وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم نقلت إلينا عنهم. Арабтар өздерінің сөздерінде қолданатын, өздерінің сөйлегенде қолданатын жаңағы сөздер, өздері сөйлеген кезде қолданатын сөздер бізге нұқилат илайна анхум, олардан бізге жетіп келген. Яғни арабтар өздері сөйлейтін сөздері бізге жетіп келген. فنحن نتكلم بها, бізде сол сөздермен сөйлейміз. في محاوراتنا ودروسنا, біздер өздеріміздің диалогтарымызда және дәрістерімізде сол сөздермен сөйлейміз. وَنَقْرَؤُوهَا فِي كُتُبِنَا, кітаптарымызда ол сөздерді оқимыз. وَنَكْتُبُ بِهَا إِلَى أَهْلِنَا وَأَصْدِقَائِنَا, достарымызға, отбасыларымызға сол сөздермен хат жазамыз. نَكْتُبُ بِهَا إِلَى لا يخلو واحد منا عن أن يكون واحدا من هذه من ثلاثة أشياء. لا يخلو واحد منها ولا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء. Сол жазған сөздеріміз барлығы لا يخلو, бос болмайды. Ешқайсысы да олардың бос болмайды. Яғни жазған, оқыған, сөйлеген сөздеріміз, жазған кітаптарымыз, жазған хаттарымыздың ешқайсысы, ешбіреуі бос болмайды. Неден? Мына үш нәрсенің біреуі болудан бос болмайды дейді. Исм болады, я харф, я фи'л болады, я харф болады. Яғни бүкіл жазған кітаптар, жаңа айтып отыр ғой, диалогтарымыз, дәрістеріміз, кітаптарымыз оқыған, достарымызбен жаңағы отбасымызға жазған хаттарымыздың барлығы не исм, не фи'л, не харф болып келеді. Осы үшеуінің біреуінен бос болмайды дейді. Яғни үшеуінің біреуі болады міндетті түрде. Яғни жазған сөздер, арабша сөздерде осылып келеді ғой енді. Соны айтып отыр да, қара. Амма исму фахуа фил луга ма далла аля мусамма. Исм сөз деген лұғаттағы термині, тілдік мағынасы бір аталған затты білдіреді. Бір аталған затты, аталушыны білдіреді. Офистулахид нахвиин, наху ғұламалардың термині бойынша калиматун даллата аля мағна фи нафсиха, өзі бір мағынаны білдірген сөз. Уалам тақтарин би заман, заманға қатысы жоқ, яғни кеше алдыңғы қатысы жоқ, яғни жазды, жазбады, жазады, жазып жатыр деген етістік заманға қатысты болса, есім сөз заманға қатысты емес, әйтеуір бір өз болмысымен бір мағынаны білдіреді. Мысалға Мұхаммад, Али, Раджул, Джамал, Нахрун, Туффахатун, Лаймунатун, Асан. Осы сөздің барлығы факуллу вахидин мин хадил алфаз, осы сөздердің әрқайсысы ядуллу аля мағна, бір мағынаны білдіреді. Валайса заман дахилан фи мағнаху, ол мағынасында заман жоқ, яғни заманға қатысы жоқ. Мұхаммад десе ешқандай заман, кеше, алдыңғы күні, бүгінге қатысы жоқ. Фаякуну исман, заманға қатысы болмағандықтан бұл исм болады. Ва аммал фи'лу фахуа фил луга ал хадас, етістік деген тілдік мағынасы бірдеңенің орын алуы, оқиға орын алуы. Ва фи истилахи нахвиин, наху ғұламаларының жаңағы термині бойынша калиматун даллата аля мағнан фи нафсиха, өз болмысында, өз нәпсінде, яғни өз болмысында бір мағынаны білдіретін. Уақтаранат би ахадил азминати саласа, өз болмысында бір мағынаны білдіреді, есім сөз сияқты. Бірақ та есім сөзден айырмашылығы, етістіктің, есім сөз үш заманның біріне қатысты, үш заманның бірімен қосылған. Яғни әл-малди, вәл-хал, вәл-мустақбал, өткен заман, қазіргі заман және де болашақ. Яғни өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Нахва катаба, мысалы, жазды. Фаинаху калиматун даллатун аля мағна, катаба деген сөз бір мағынаны білдіретін сөз, бір мағынаға дәлел болатын сөз. Вахуал китаба,
ол мағына жазу деген, жазу. وهذا المعنى және де осы мағына мұқтаранатун بالزمان الماضي, өткен шақпен қосылған, өткен шаққа қатысы бар. Мұқтарана қосылған, біріктірілгені. Өткен шаққа қатысы бар бір сөз ғой, катаба деген, жазды, ол бұрын жазды да. ونحو يكتب, يكتب деген сөз. فإنه دالة على معنى. يكتب да мағынаны білдіреді. وهو الكتابة أيضا, ол да жазу деген мағына. وهذا المعنى және де осы мағына мұқтаранатун қосылған بالزمان الحاضر, осы шақпен қосылған. Заманды шақ деп аударсақ, осы шақпен қосылған. يكتب деген жазып жатыр, иә. ونحو اكتب және де уктуб деген сөз. فإنه كلمة دالة على معنى, бұл да бір мағынаны білдіретін сөз. وهو الكتابة أيضا, бұл да уктуб деген, бұл да мағынасы жазу деген мағына, жазу деген мағынаны білдіретін сөз. وهذا المعنى және де бұл мағына мұқтаранатун بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم, сөйлегеннен кейінгі болған шақты білдіреді. Яғни уктуб деп мен сізге айтсам, қазір мен сізге уктуб деп айтқаннан кейін, мен айтқаннан кейін жаз деп жатырмын ғой сізге. Яғни мен сізге келемін да, пәленше жаз деймін. Менің айтқан сөзім, мен осы айтқаннан кейін сен жаз деген мағына ғой. Яғни мен айтқаннан кейінгі заман, менің аузымнан шыққан сөз, сол шыққан сөздің содан кейінгі заманды білдіреді, жаз деген. Болашақта, яғни осы айтқаннан кейін жазып жатырмын ғой. Біраздан кейін, тап қазір емес, тап қазір жазып жатқанымды айтып жатқан жоқпын да мен. Яғни мен айтқаннан кейін жаз деп жатырмын да, яғни бұл болашақ мағынаны білдіреді да. ومثل هذه الألفاظ, осы сөздерге ұқсаған мысалдар: насара, уянсуру, унсур, фахима, яфхаму, ифхам. Мысалы, насара өткен шақты білдіреді, янсуру осы шақты білдіреді, унсур болашақты, иә. Болашақ болғанда, яғни айтқаннан кейінгі, мысалы, унсур деп айтты, сол сөйлегеннен кейін көмектесесің ғой енді. Яғни бұйрық берілді, бұйрықтан кейін бұйрықты жасайсың ғой. Яғни бұйрықты берілгеннен кейін жасайсың. Сол сияқты ғой енді. Фахима, яфхаму, ифхам, алима, я'ламу, i'lam, jalasa, yajlisu, ijlis, daraba, yadribu, idrib. والفعل على ثلاثة أنواع. Етістік үш бөліктен тұрады, үш түрден тұрады. Al-madi, mudari, amr. Етістік үш түрден тұрады. Madi, mudari, amr. Өткен шақ, осы шақ, amr. бұйрық рай. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. ماضي деген дәлел болған нәрсе, бір оқиға дәлел болған. وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. сөйлеген шақтан алдыңғы шақта болған оқиғаны білдіретін сөз, ол өткен шақ. نحو كتب, فهم, خرج, سمع, أبصر, تكلم, استغفر, اشترك. Бұл сөздер, фахима десе мен түсінді деймін да, ол түсінді. Мен айтпай жатып түсініп қойғанда, сол жаңа сөйлеуден алдын болған оқиғаны білдіреді деген. Яғни фахима десе мен айтпай тұрып түсінген да ол. فالمضارع ما دل على حدث, бір оқиғаны білдіреді. يقع في زمان التكلم, сол сөйлеп жатқан кезде болып жатқан оқиғаны білдіреді да. Мысалға, أو بعده, немесе одан кейін. نحو يكتب десем мен, ол не жазып жатыр, не жазады. Яфхаму десем, не түсініп жатыр, не түсінеді. Араб тілінің ерекшелігі, араб тілінде осы шақ пен келер шақ, ол мудариқ, екеуі бірдей. Әмір ол басқа, мудариқ екеуі бірдей. Яхруджу шығады, шығып жатыр. Ясмау естіп жатыр, естиді. Янсуру көмектесіп жатыр, көмектеседі. Ятакалламу сөйлеп жатыр, сөйлейді. Ястағфиру истиғфар жасап жатыр, истиғфар жасайды. Яштарику бірге қосылып жатыр, немесе ортақтасып жатыр, немесе ортақтасады. Әл-әмір енді бұйрық рая. Мадалла аля хадасин ютлабу хусулаху бa'да заман такаллум. Бір оқиғаны білдіреді, әмір оқиғаны білдіреді. Ол оқиға ютлабу хусулуху, ол сол оқиғаның болуы талап етіледі сөйлегеннен кейін. Яғни ифхам деп мен сізге айтсам, мен ифхам деп, яғни түсін десем, мен сол түсін деп айтқаннан кейін мен сізден түсінуді талап етіп жатырмын да. Ухруж десем, мен ухруж, яғни шық, мен шық деп сізге айтқаннан кейін сіздің шығуыңызды талап етіп жатырмын да. Сіздің шығу деген іс-әрекетті істеуіңізді талап етіп жатырмын. Сол мағынасы сол ғой. Сөйлеу шағынан кейін істелуі талап етілетін оқиғаны білдіреді. Исма есті, унсур көмектес, такаллам сөйле, истағфир кешірім сұра, иштарик ортақтас. Уамал харфқа келсек енді. Исімді айтты, фиалды айтты, енді харфқа келсек. Фахуа филлага ат-тараф. Бір тарап. Лағатта
في اصطلاح النحاة жаңағы наху ғұламаларының термині бойынша калиматун даллат ала мағна фи ғайриха, жеке өзі емес басқамен қосылған кезде мағынаны білдіретін сөз. Нахва мин фа инна хада лафз калиматун даллат ала мағна. Мин деген бұл бір сөз, мағынаны білдіретін сөз. Ва хуа ибтида, ол басталу. Ва хада мағна ла ятиму хатта тадумма иля хадил калима ғайраха. Және бұл мағына, басталу деген мағына, яғни басталу дегенде басталу емес, мен деген данден тантен деген ғой. Сол мағынаны білдіреді, данден тантен. Кітаптан, кітаптан бастап, үйден бастап деген сияқты данден тантен да. Енді осы қараңыз. Уәдәл мағына, бұл мағына дейді, ешқашан толық болмайды. Қашан қоспасаңыз, қашан қосқанша. Иля хадил калима, осы сөзге қашан ғайраха, одан басқа сөз қоспайынша мағынасы толық болмайды. Фатақул, қосқаннан кейін былай айтасыз дейді. Зәһабту минал бейт, үйден кеттім, үйден бастап кеттім деген сөз ғой. Мәсәлән, мысал үшін. Яғни қысқаша айтқанда харф жекеше өз мағына бермейді. Басқа сөзбен қосылған кезде мағына береді деп отыр ғой. Әмсәләту лил исм, есімге сөздер. Китабун, қаламун, даватун, куррасатун, жаридатун, халилун, салихун, имранун. Нажақа дейін. Бәрін оқымай қойық. Әмсәләтун лил фи'л, фи'л етістеген фи'лға мысалдар. Сафара юсафиру сафир, қала яқулу қул, амина я'ману иман, радия ярда, садақа ясдуқу усдуқ, ижтахада ижтахид, истағфира истағфир. Бұл жай ғана мысалдарды беріп жатыр. Нежде ешқандай ештеңе табу керек емес, просто мысалдарды беріп жатыр сізге. Неше түрлі етістіктер болады, суласи, рубаи, хумаси деген. Әмсәләту лил харф, әмсәләтун лил харф. Харфқа мысалдар: мин, иля, ан, ала, илля, ләкин, инна, ан, бала. بل قد سوف حتى لم لا لن لو لما لعل لا لاتا ليتا إن ثم أو. Осы иншалла әжрумияның бірінші дәрісі бұл, өткен дәріс кіріспе болатын. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Нәжеде сұрақтар бар екен. Махуал исм, исм деген не? Мәселел исм би'ашрат әмсила. Есімге 10 мысал келтір. Махуал фи'л деген не? Яғни етістік деген не? Иля кам қассама إلى كم قسم ينقسم الفعل. إلى كم قسم ينقسم الفعل. етістік қанша бөлімге бөлінеді. ما هو المضارع؟ مضارع والشغل деген не? ما هو الأمر؟ أمر деген не? ما هو الماضي؟ ماضي деген не? مثل الفعل بعشرة أمثلة. етістікке 10 мысал келтір. ما هو الحرف؟ حرف деген не? مثل الحرف بعشرة أمثال بعشرة أمثلة. етістікке 10 мысал келтір дейді. Нәжде кесте берілген әдемі әнваул кәлам, сөздің түрлері. Исм, фи'л, харф. Исм мағынасы, харф, фи'лдің мағынасы, харфтың мағынасы, фи'лдің 3-ке бөлінетіні, мади, хал, мустақбал. Фи'л 3-ке бөлінеді. Міне нақта тағы да мысал бер. Мади, мудари, әмір. Нәжде фи'л 3-ке бөлінеді. Фи'лдің 3-ке бөлінеді. Ал нәжде етістіктің қамтитын шақтарын айтады. Нәжде просто шақтар, өткен шақ, осы шақ, келер шақ қамтиды. Ал нәжде етістіктер бөлінетін өзінің түрлерін айтады. Мади, мудари, әмір қандай түрде келетінін айтады. Келесі сөз аламатул исм деген, келесі дәріс аламатул исм иншалла. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Түсінбеген жерлеріңізде міндетті түрде сұраңыздар. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.